Сәлеметсіздер ме, конференция тыңдаушылары, сіздер таныс болатын практикалық жұмыстың тақырыбы ықшамдап оқу әдісін дәстүрлі және қашықтықтағы форматта ұйымдастыру. Қазіргі таңда кітапхананың негізгі рөлі тек оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығын ояту ғана емес, сонымен қатар ақпараттық ресурстық орталық ретінде сауатты оқу арқылы оқушылардың мәтінді түсінуін дамыту, ақпараттық және оқу сауаттылығын арттыру. Аталған мақсаттарға байланысты зияткерлік мектептердің кітапханалары көп жұмыстарды жүзеге асырады. Осы бағытта ықшамдап оқу әдісін түрлі форматта пайдалануға болады. Дәстүрлі форматқа шолу жасайтын болсақ, алдын ала бір тақырып бойынша немесе бір жанрдағы шығармалар дайындалады. Содан кейін ол кітаптардың бірінші бетінің көшірмесі жасалады. Бұл көшірмелерге қоса түрлі сұрақтардан құралған кестені әр оқушыға тарату керек. Ол кесте бойынша оқушылар кітаптың атауын немесе шығарманың тақырыбын, кілт сөздерді тауып жазулары қажет. Сондай-ақ кейіпкерлер мен аталған орындарды көрсетеді. Кестенің соңында осы тақырыпты оқитыны немесе оқымайтыны туралы дәлелдеме түрінде өз ойын жазады. Заманауи кітапханашы бұл тек дәстүрлі кітапханалық технологиялар мен әдістерді білетін маман иесі ғана емес, сонымен бірдей ақпаратты технологияларды тиімді қолдана алатын жоғары білікті маман. Сондықтан қандай да болмасын іс-шараны, әдісті түрлендіре алады, оны өз жұмысына ыңғайластырып пайдаланады. Сол себепті ықшамдап оқу әдісін қашықтықтан ұйымдастырудың жолы көп. Аталған әдіс бойынша таңдалған шығарманың бірінші парағын сабақ барысында оқушыларға электронды форматта жіберіп, мәтінмен толық танысып шығуларын сұрайды. Оқушылар ұсынылған мәтінді электронды түрде оқиды, өз бетінше талдайды, сұрақтардың жауабын табуға тырысады. Тұжырымдарын дәлелдейді және өз ойларын ортаға салады. Орындалу уақыты 5-10 минут. Кейін осы оқығандары бойынша кітапты толық оқу, сонан соң тапсырмада берілген сұрақтардың жауабын шығармадан табу ұсынылады. Енді ықшамдап оқу әдісі бойынша мысалға көшетін болсақ, Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» шығармасын мысалға алып отырмын. Яғни, біз алдымен шығарманың алғашқы парағын оқып алуымыз керек. Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол-аяғымызды қызыл ала жосағып жырғызып, ұзақ күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіреп жүруші едік. Қашқылтым ағалма тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден кейін тісті қамап қалатында зар қақтырып бастырмай тастайтын. Сонда да жетімбіз. Енді кесте бойынша толтырылған жауаптарға мән беретін болсақ, тақырыбы, яғни атауына алма деп алуға болады. Кілт сөздерге алма, соғыс, бөргез, итмұрын, қарақат, бұтақ, тағы да басқа сөздерді теріп жазуға болады. Кейіпкерлер мен орындарды жазатын болсақ, бұл жерде кейіпкерлер ретінде жас балалар сипатталған, орындардың атауы тау бөктері суреттелген. Және де сіз бұл кітапты оқисыз ба деген соңғы сұраққа оқушы оқимын, себебі осы шығарманың толық нұсқасымен танысқым келеді. Соғыс жылдарындағы жас балалардың өмірі маған қызық деп жауап беруіне болады. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.